ойын ойнайықшы. Ойын? Жүгіріп жарысайық? Жоқ, одан да тастан тасқа секіруден жарысайық. Міне, мынадай тастарға осылай, сосын бұлай. Ого! Көрдің бе, керемет емес пе? Керемет! Так-так етеді. Оп, ой! Ой! Алан, бұлай қаттырақ. Хоп! Ай, қозықа, табаным ауырып кетті. Сен қалай істейсің? Алан, оп-оңай ғой. Міне бұлай. Хоп! Қозықа, аяғыңды көрсетші. Сенің аяғың қатты, ал менің табаным жұмсақ. Неге? Мен мықтымын ғой, Алан. Мүмкін содан шығар. Сонда қалай? Сен мықтысың, ал мен әлсізбін бе? Солай сияқты ғой. Тоқтай тұр. Сен мені әлсіз дедің бе? Бұл не қылғаның, Алан? Алан дейм, саған не болған? Тоқтай тұр. Достым-ау, менің тұяғым қатты болса да, ал сенің даусың қатты екен. Иә, сен де мықтысың. Солай ма? Дәл солай, достым-ау. Сен мына дауыспен талайдың жүрегін ұшырасың ғой. Деген дауыс. Қалай жасайсың? Үйретші. Міне бұлай. Вау! О, түсіндім. Енді мен. Тыңда. Осылай ма? Қозықа, маңырамасаңшы. Вау де. Не, дұрыс емес пе? Ал бұлай ше? Қозықа болды, жетер. Ай, шымай. Не болды? Сонша күлдің ғой? Алан, жетер енді. Сені де көрдік қой. Табаным ауырды. Ме, бе. Жарайды, Қозықа, тек өтінем. Ау, демей-ақ қойшы. Ал сен табаныңды тақылдатпай-ақ қой. Тақылдат алмайсың. Мен өскенде арқар болам. Ал мен барыс болам. Вау! Сосын болды. Болса, болды. Не болды енді? Осылай тұра береміз бе? Білмейм. Қозықа, біздің осы тұрысымыз маған ұнап тұрған жоқ. Маған да. Енді не істейміз? Қалай не істейміз? Ойнайық. Біз дос емеспіз бе? Иә, доспыз. Нағыз достар бір-біріне ренжімейді ғой. Иә, ренжімейді. Ендеше кеттік, ойнайық. Кеттік, ойнаймыз. Біз доспыз. Алан, жасырынбақ ойнайықшы. Жарайды, ойнайық. Бірақ мен бірінші жасырынайыншы. Жарайды. Сосын мен. Келістік. Ал, Алан, көзіңді жұм да сана. Мен кеттім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мынау не? Қызық. Ой, сен кімсің? Мен Қозықа.
Мені таптың. Сені таптым. Алан, анда біреу бар. Кім? Білмейм, бірақ мені мазақтап тұр. Мазақтап? Жүр, барайық. Жоқ, айта көрме, бармай. Қозықа, қорқамысың? Жүр, барайық. Жоқ, қорқып тұрғам жоқ. Өзің бара берші. Мен сені осы жерде күтейін. Жарайды. Көрейік, кім бар екен. Қозықа, саған не болған? Тоқта, Қозықа. Алан, ішінде кім бар? Қозықа, ішінде ешкім де жоқ. Бұл үңгір ғой. Жоқ, Алан, сен мені алдама. Бұл тегін үңгір емес. Бұнда біреулер бар. Жоқ, Қозықа, қайдағын айтасың? Бұнда ешкім де жоқ. Жүр, одан да ішін бірге көрейік. Жоқ, мен бармайм. Жаңағы ырылдаған дәудің даусын естімеді деймісің? Ол менің даусым ғой. Алан, мен сенің даусыңды білем ғой. Алан-ау, неге болса бір дәу? Дәудің даусы. Міне, қарашы. Вау! Не дейт? Көрдің бе? Бұл үңгір. Үңгірдің ішінде жаңғырық болады. Жаңғырық? Ол не тағы? Жаңғырық – ол дыбыс. Үңгірдің іші бос кеңістіктен тұрады. Сондықтан да бос кеңістіктегі әрбір дыбыс осылай жаңғырып күшейіп шығады. Сен оны қайдан білесің? Мен бұндай үңгірлердің талайын көргем. Кеттік, достым, ішін көрейік. Алан, мынаны қара, іздер. Мынау сенің ізің. Ал мынау сенің ізің. Я, менікі. Ал мынау ше? Мынау менің ізім емес. Бұл кімнің іздері? Өздері сондай көп сияқты ғой. Бұлай қарай кетіпті. Ой. Алан, енді не істейміз? Қозықа, қаш! Құтқарыңдар! Қаш, жүгір! Қозықа, жүгір дейм! Қозықа! Қарыңдар! Көмектесіңдер! Қозықа, қорқпа, көзіңді аш. Аналар қайда? Жоқ, қашып кетті. Кетті ме? Кетпегенде, қашып кетті дедім ғой. Алан, сен ғой. Мә деген. Қозықа, мә емес. Вау дедім. Я, солай. Алан, сен нағыз ер жүрексің. Мықтысың. Рахмет саған, достым. Сен нағыз доссың.